Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Итак, адам деген кім? Адамға қараған кезде біз нені көріп тұрамыз? Біз денені көреміз. Яғни тірідей дене. Бірақ адамды тек дене деуге болады ма? Мысалы, жануарларға қарағанда олардың да денесін көріп тұрамыз. Бірақ біз жануарларды адам деп айта алмаймыз. Даже бізге қатты ұқсайтын маймылдарға да біз адам деп айта алмаймыз. Яғни адамда денеден басқа тағы да көзге көрінбейтін мүшелері бар. Бұл қандай мүше? Бұл адамның санасы, сонымен қатар адамның ойлау қабілеті. Адам ойлайды, ой қабілетін қолданады, сана сезімін нығайтады, развивать етеді, значит. И адам бұл целый комплекс. Ой, дене және сана немесе рух қосындысы, құрылымы десек болады. Мен сананы рух деп атағанды қалаймын, потому что рухтың ішіне и сана да кіреді, и жан да кіреді. Итак, егер схема түрінде қарайтын болсақ, адам бұл ой, дене және рух құрылымы. Ойда не орналасқан? Ойда біздің кәдімгі күнделікті өмір тіршілігіміз орналасқан. Бұл ақша табу, жұмысқа бару, сабақ оқу, үйлену, бала туу, түрлі конфликттерге түсу, ол конфликттерді шешу, түрлі күнделікті жағдайларды шешу, оларға көңіл бөлу, сонымен қатар демалу, тынығу, тамақ пісіру сияқты кәдімгі күнделікті біздің тіршілігіміз. Осының бәрін ой реттейді, ой осыған қарайды, контролировать етеді. Келесі бұл эмоциялар. Эмоцияны кім сезеді? Эмоцияны ой мен дене қосындысы сезеді. Яғни бұл тұлға, тағы да бір термин, тұлға, личность. Тұлға деген кім? Бұл сіз, мен, басқа да біздің танитын адамдар. Тұлға бұл кәдімгі человек дейік, да? Бұл личность, бұл мен, мысалы, Шолпанмын. Сіз там Асқар, Наташа, Алия, Данияр, осылардың бәрі тұлға. Эмоцияны өңдейтін, эмоцияны сезетін бұл тұлға. Қандай эмоциялар? Кез келген эмоция. Қайғыру, азаптану, қуаныш, қатты қуаныш, сонымен қатар эйфория, тағы не бар? Жындану, біреуді көре алмау, зависть дейді, ызалану, ашылану, осының бәрі, осы эмоциялардың бәрін тұлға сезіп тұрады. Мысалы, эмоцияны, кез келген эмоцияны немесе ой басымызға келген кезде, осы эмоцияға немесе ойға бақылаушы ретінде қарауға болады. Мысалы, мен қазір мен спокойный состояниедамын, менің эмоцияларым жоқ, мен просто жай бірақат дейді, жай спокойный сезімдем. Егер мен, мысалы, сәл нервничать тұрсам, немесе ызаланып тұрсам, осы эмоцияны сезетін кім? Шолпан сезеді. Бірақ мен ол эмоцияға со стороны қарасам, шетінен, былай, сол эмоцияны өзімнен қашықтасам, ара қашықтық сақтасам, сол эмоцияға со стороны қарасам, онда осы эмоцияны бақылайтын кім? Итак, рух деген кім? Рух бұл жан мен сананың қосындысы. Кейбір түрлі адамдар әртүрлі бұған определение, осы терминге түрлі определение береді. Орысша айтқанда рух бұл дух дейді. Рух, басқашалап айтатын болсақ, бұл жанның санасы десек те болады. И
кез келген білім болсын, біздің өміріміз, барлық тіршілігіміз көбінесе тұлға ситуациялардың бәрін көбінесе тұлға сезеді, тұлға шешім қабылдайды, тұлға ретінде ситуацияға қараймыз біз. Бірақ ситуацияны шын мәнінде терең сезу үшін, ситуацияны терең шешу үшін бізге рухтың көмегі қажет. Мысалы, қандай понятие бар? Махаббат бар. Шынайы махаббат, өтірік махаббат, түрлі махаббаттың түрлері өте көп. Бірақ терең махаббатты сезетін бұл рух, біздің жанымыз, рухтың ішіне кіретін, құрылымына кіретін жан махаббатты терең сезе алады. Мысалы, ананың жаңадан туылған нәрестесіне сезімін кім сезеді? Сол ананың жаны сезіп тұрады, рухы сезіп тұрады, осы балаға деген махаббатын ұзақ жылдар бойы сезіп тұратын именно рух. Егер біз эмоцияларға со стороны қарасақ, осы кезде бізде бақылаушы оянады. Бақылаушы осы рух, біздің рухымыз эмоцияға со стороны қарай алады. Егер біз эмоцияға шетінен қарап тұрсақ, ол эмоцияны біз уже сезбейміз. Біз ол эмоционалды ситуацияға просто бір есеп сияқты қараймыз, бір задача сияқты қараймыз. Соны просто шешетін проблема емес, трагедия емес, а определенная задача, которую нужно сейчас решить. Егер сіздер осындай күн сайын 2, 3, 4, максимум 5 минуттық тренировка жасайтын болсаңыз, өз-өзіңізге со стороны қарайтын болсаңыз, рухыңызды оятып, рухыңызды сезе білсеңіз, постепенно сізде ішкі спокойствие оянады. Уже ситуацияларға эмоционалды, қатты, прям соған беріліп кетпейсіз. Яғни сіз уже бір уровеньге көтерілесіз. Өзіңізді үлкен сана ретінде, үлкен рух ретінде сезіп тұрасыз. Шын мәнінде адам бұл жай дене емес, жай ой емес. Біз үлкен сана болып табыламыз. Біз үлкен рух болып табыламыз. Осы рух дене арқылы өмір сүруге осында келген. Оның мақсаттары жайлы, не үшін келген, міндеттерін біз келесі видеода талқылаймыз. Бүгінге осы. Итак, рух бұл бақылаушы. Рухты ашқан кезде, рухты сезе бастаған кезде, просто тұлғаның орнына бақылаушы келеді. Бұл бақылаушы да сіз болып табыласыз. Тұлға да сіз болып табыласыз. Бірақ тұлға, мысалы мен да шолпан ретінде, мен сол үлкен рухтың ішіне кіремін. Мен жай бөлек тұрған жоқпын. Менің жанымда бөлек тұрған жоқ. Мен осы составтың ішіне кіремін. Понимаете, да? Итак, мақсаттар жайлы келесі видеода айтамыз дедік. Бүгінге осы сұрақтарыңыз, осы тема жайлы сұрақтарыңыз қалса, астында комментарийларға жазуға болады. Егер маған консультацияға келетін болсаңыз, ал мен кім болып істеймін? Мен негізі рухани коуч болып істеймін. Рухани коуч, яғни психолог болып жұмыс жасаймын. Маған консультацияға жазылу үшін астында инстаграмға сілтеме болады, немесе почтаға жазсаңыздар болады. Бүгінге осы, сау болыңыздар.